Аффирмация қалай орындалады? Аффирмация орындалу үшін не істеу керек? Аффирмация айтқан кезде өз-өзіңізге сенімді болу үшін, оның орындалатынына сенімді болу үшін не істеу керек? Бүгін соны айтатын боламыз. Біздің күнделікті айтатын аффирмацияларымыз өзімізге қатысты, өзіміздің денсаулығымызға, өзіміздің сырт келбетімізге, өзіміздің қызметімізге және өзіміздің отбасымызға қатысты болып келеді. Ең әуелі, ең бірінші айтылатын аффирмациялар ол әрине тікелей өзімізге қатысты. Олай болса, аффирмацияның қалай орындалатындығын және орындалу үшін аффирмацияны қалай айту керек екенін үйренетін боламыз. Ең бірінші аффирмация мен әдемімін. Осы сөзді айтқаннан кейін көзіңізге өзіңіздің ең әдемі сәтіңізді еске түсіріңіз. Мүмкін кештерге барған боларсыз, әлде мүмкін ресторанға, мүмкін кездесуге, мүмкін қонақтыққа барған кезде өзіңізді ең әдемі көйлекпен, ең әдемі түрмен өзіңізді елестетіңіз. Одан кейінгі аффирмация: мен сымбаттымын. Өзіңіздің ең сымбатты кезіңізді есіңізге түсіріп, көз алдыңызға елестетіңіз. Сол кезде сізде сондай бір көңілді, дәл сол сәттегі көтеріңкі көңіл күй қайтадан сізде пайда болады. Көңіл күйіңіз көтеріліп, өзіңізге сенімділік пайда болады. Менің денсаулығым мықты. Дәл осы аффирмациядан кейін де өзіңіздің ең мықты, ең денсаулығыңыз, ең иммунитетіңіз ең мықты болып тұрған сәтті елестетіңіз. Мүмкін ол жастық шағыңызда болар, мүмкін балалық шағыңызда, мүмкін кешегі күн болар. Өзіңіздің ең мықты денсаулыққа ие болған кезіңізді елестетіңіз. Менің денем мүсінім сымбатты. Осы аффирмацияны айтқаннан кейін өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің жақсы көретін дене қалпыңызды еске түсіріңіз. Сол кезде өзіңізді барынша жақсы көре бастайсыз. Мен бақыттымын. Осы аффирмацияны айтқаннан кейін өміріңізде қатты бір қуанған сәтіңізді еске түсіріңіз. Бір сыйлық алған, біреуден өте жылы мақтау сөз естіген, үлкен қуанышқа ие болған сәтті еске түсірсеңіз, шынымен ақ сол сәтте бақытты бола бастайсыз. Мен сүйіктімін. Осы аффирмацияны айтқаннан кейін сізге деген адамдардың жылы қарым-қатынасын, сізге арнаған жылы сөзін, сізге арнаған жылы лебізін еске түсіріп, көзіңізге бір сәт елестетіңіз. Одан кейінгі аффирмация: мен баймын. Өзіңіздің молшылықтағы кезіңізді еске түсіріңіз. Өзіңізде қомақты қаражат болған кезін, мыңдаған, жүздеген қаражаттарды ұстап тұрған сәтіңізді еске түсіріңіз. Және бір керемет дүниелерді сатып алып жатқан сәтіңізді, бірнеше мыңдықтарды, 10 мыңдықтарды ұстаған сәтіңізді еске түсірсеңіз, шынымен де бай болатыныңызға сеніміңіз арта түседі. Мен жетістікке жеткішпін, менің жолым болғыш. Осы аффирмациядан кейін өзіңіздің жолыңызды болып кеткен сәтті еске түсіріп, бір сәт ойланып көріңіз. Осы кезде өзіңізді шынымен де жол болғыш адам ретінде бағалай бастайсыз. Мен мейірімдімін. Бұл аффирмацияны айтқаннан кейін өзіңіздің адамдарға жақсылық жасаған, біреудің көңіліне қуаныш ұялатқан кезді есіңізге алыңыз. Сол кезде сіздің де мейіріміңіз арта түседі. Одан кейін менің энергиям көп деген аффирмацияны айтыңыз. Өзіңіздің құлшынып жұмыс істеген, құлшынып қызмет атқарған, күнұзаққа тынбай еңбектенген күніңізді, сәтіңізді еске түсіре отырып, өзіңіздің қаншалықты энергияңыздың көп екенін бір сәт көз алдыңызға елестетіңіз. Достар, аффирмацияның орындалуы өте оңай, жеңіл ғана. Тек біз өзіміздің көңіл күйімізді, эмоциямызды қоссақ болғаны. Бір сәт, бір аффирмацияны айтсаңыз да, соны барынша сол көңіл күймен, сол сәтті есіңізге түсіре отырып, сол айтып жатырған аффирмацияңыздың эмоциясына енуге тырысыңыз. Сол кезде сізде барлығы да болады. Сіз бақытты болуға лайықсыз. Видео ұнаса, лайк басыңыз, коммент қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз, каналға жазылуды ұмытпаңыз.